Сәлем ас үй ханшайымдары, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте керемет қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бауырсақты дайындайтын боламыз. Бұл бауырсақтың рецептін көптеген мастер-класстарда үйретіп немесе сатып жатады. Бауырсақтар өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бұл бауырсақтарды жасау үшін ең алдымен опара жасаймыз. Опараға жылы суымызды құйып, үстінен қант салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болсақ, үстінен ашытқымызды салып, ашытқымызды да біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырған соң бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстінен жылы суымызды құямыз. Енді тұзымызды салып, араластыра отырып, үстінен жұмыртқаларымызды саламыз. Енді жұмыртқаларымызды біркелкі болғанша араластырып, үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Енді үстінен майонезімізді салып, тағы да араластыратын боламыз. Енді жаңағы жасаған көтерілген опарамызды үстінен құямыз. Және де тағы да араластырамыз. Араластыра отырып, ұнымызды саламыз. Массамыз сәл қоюлана бастаған кезде қолымызбен илейтін боламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді оны жылы жерге жарты сағат 1 сағат көлемінде көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз осылай көтеріп шығады. Енді қамырды алып, үстелдің үстіне кішкене ұн себеміз де, соның үстіне ыдыстан босатып қоямыз. Қамырға видеода көрсетілгендей форма жасаймыз. Енді осыны ортасынан екіге бөлеміз. Енді бізде осындай екі қамыр шықты. Оны осылай илеп, солай етіп қоямыз. Мінекей, енді екінші қамырымызды да осындай формаға келтіреміз. Екеуін де осындай формаға келтіріп болсақ, яғни солай жасап болсақ, беттері кеуіп кетпес үшін бір салафанмен жауып қойсақ болады. Енді бір золамызды алып, осылай жая бастаймыз. Қамырымызды жайып болған соң, осындай бір ыдыстың көмегімен оны дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын кесіп болған соң, артық қамырларды алып тастайтын боламыз. Енді бауырсақтарымызды қызып тұрған майдың ішіне саламыз. Бауырсақтарды неғұрлым тығыз қылып орналастырсақ, сол кезде бауырсақтарымыз аударылып кете бермейтін болады. Бауырсақтарды кішкене сарғая бастаған кезде аударамыз.
осылайынан екі бетінде сарғайтып алып, майдан сүзіп аламыз. Мінекей, бауырсақтар осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған берекелі дастархан арнасы. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.